саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Олай болса, бүгінгі амандасуымыз күнделікті амандасудан ерекше болмақ. Көршіңізді оң жақтан құшақтаңыз. Енді сол жақтан құшақтаңыз. Енді оң жақ көршіңізге қарап бір жымиыңыз. Сол жақ көршіңізге қарап бір жымиыңыз. Олай болса, біз барлығымыз бір отбасымыз. Жарайсыңыздар, отырыңыздар. Өткен тақырыпта біз қандай тақырыпты өттік? Кім айтады? Қабылдау. Жарай. Олай болса, сабағымызды бастамас бұрын біз алдын ала топтарға бөлініп алайық. Мына жерде бірнеше сандар көрсетілген. Өзіңіз кез келген санды таңдап, қай сан түсті сол санға байланысты топқа бөлінеміз. Өте жақсы. Олай болса, кімге қандай сан түсті? Санға байланысты бір деген саны түскен топ. Мына бірінші топ болып есептелініз, бірінші қатарға келес. Екі деген кімге түсті? Екінші қатарға отырамыз, үшінші дегенге үшке отырамыз. Түсінікті ғой? Бөлінеміз. Топқа бөлініп болдық па? Олай болса, алдарыңызға мына жерде топ мүшелері бір-бірден таңдаңыздар. Кімге қандай белгі қойылды, сол әрқайсысы сол қызметті атқарасыз. Мысалға, сіз хатшы. Топ мүшелерінің жұмысын бақылайды. Таймкипер, уақытты бақылаушы. Таймкипер, сіз уақытты бақылайсыз. Қазір топтық жұмыс барысында. Баяндаушы, спикер топтың жұмысын қорғайды. Скептик, бір-бірімізді ұсыныс білдіреді. Өте жақсы. Сізде? Оптимист топтың жұмысын бағалайды. Сіз бағалайсыз. Яғни әр топ барысындағы жасақталған жұмысқа баға беру отырасыз. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Келесі топта сізде дәл солай бір-бірінен таңдайсыңыздар. Бұны айтпай қойын. Әрқайсыңыз өз қызметіңізді білесіздер ғой, иә? Қалғандарыңыз осыны бағалайсыздар. Жарайды. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды жалғастырамыз. Өткенде біз қандай тақырып өтіп едік? Қабылдау. Жақсы. Сабағымызды бекіту мақсатында тақтаға қараймыз. Жуан жіңішке стратегиясы бойынша өтілген тақырыпты қайталаймыз. Жіңішке сұрақтан бастайық. Бірінші, қабылдау дегеніміз не? Кім айтады? Қабылдаудың анықтамасы. Тұрып айта ғой. Сыртқа иса айтасыз ба? Дүниедегі заттардың құбылыстары мен олардың байланыстарын жалпылама әсер етуін айтамыз, қабылдау деп. Яғни сыртқы дүние заттар мен құбылыстардың біздің ойымызға жалпылама түрде бейнелену процесін не деп атаймыз? Қабылдау деп атаймыз. Жақсы. Қабылдаудың қандай түрлері бар? Кім айтады? Өткен тақырыпта өттік қой. Қабылдаудың қандай түрлері бар? Қабылдаудың көру, есту және ес, дәм сезу, сипап сезу түрлері бар. Жақсы. Отырыңыз. Келесі сұрақ. Баланың байқау қабылдауын қалай тәрбиелейміз? Кім айтады? Байқау және байқағыштық деп қабылдаудың түрлерін бөлінетіндігін айттық, иә? Байқау қалай жүзеге асырылатын еді? Әдейілеп, мақсат қою арқылы, иә? Ерекшеліктерін кім айтады? Жақсы. Қабылдаудың ерекшеліктері дегеніміз не? Бірнеше ерекшеліктердің бар екендігін айттық, иә? Қандай ерекшеліктер бар? Кім айтады? Қабылдаудың түрлері, тұтастығы, тұрақтылығы, таңдамалылығы, мағыналылығы, иллюзия, апперцепция. Апперцепция. Жақсы. Келесі сұрақ. Иллюзия дегеніміз не? Иә? Ақтота. Иллюзия дегеніміз жалған қабылдау. Жалған нәрсені бар ету. Мысалы үшін келтіре аласыз ба? Иллюзияға не жатқызылады? Мысалы, жоқ нәрсені бар ету. Жоқ. Мысалы үшін қараңғыда келе жатсыңыз, иә? Алдыңызда жарық бір көрінеді. Бірақ ол әлі бізге қашықтық
қашықтықта орналасқан, бірақ біз оны не істейді? Жақын екендігі туралы көріне ма? Міне, соны біздегі не деп атайды? Иллюзия деп атайды. Жақсы. Келесі. Байқау мен байқағыштықтың айырмашылығы не? Кім айтады? Иә? Байқау белгілі мақсатпен әдейілеп қарау, ал бақылау байқағыштық ол көзбен ғана көріп айтамын. Жоқ, оны былай деп айтайық. Көзге көріне бермейтін жеке элементтерді адамды не істеу, соны байқауды. Байқағыштық. Ал байқау әдейі мақсат қою арқылы жүзеге асырылатын қабылдаудың бір түріне жатқызылады. Жақсы. Баланың қабылдауын дамыту үшін мұғалім қандай шарттарды орындау қажет? Кім айтады? Иә? Балаларды мұражайларға және сурет көрмелеріне, сонымен қатар экскурсия орындарына көбірек апару керек. Жақсы. Жақсы. Олай болатын болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Өтілген тақырыпты бекіту мақсатында тақтаға қараймыз, тест жұмысын орындаймыз. Көрініп тұр ме барлықтарыңызға? 9 сұрақтар бар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын тақтада көрсетілген, ағылшынша жазылған сөздерді аудармасын жасаймыз. Топ бойынша жұмыс. Қай топ бірінші болады? Қол көтеріп жауап береміз. Болсақ, қай топ болды бірінші? Жақсы, айта қойыңыз. Біріншісі ес туралы түсінік, естің түрлері, екіншісі, үшіншісі естің процестері. Осы арада тексерейікші жоспар бойынша, дұрыс па екен? Дұрыс, өте жақсы. Жақсы, осы жоспарда бізде жиі кездесетін қай сөз? Майнд сөзі, иә? Майнд деген сөз сонда қазақша аудармасы ес деген мағынаны білдіреді. Олай болса, бүгінгі күннің жадын жазамыз, тақырып ес деп аталды. Ес проблемалары тұңғыш ежелгі Греция елінен бастау алады. Оның негізгі өкілдері мына жерде көріп тұрсыңыздар, Аристотель, Платонда. Яғни ол не дейді? Адам баласының пассивті жағдайдан активті жағдайға өту кезінде көрініс береді деп түсіндіреді. Сонымен ес дегеніміз не дегенде, сыртқы дүние заттар мен құбылыстардың адам миында сақталады, қайта жаңғыртылады, ұмытылып танылу процесі ес деп аталады. Түсініп отырмыз ба? Енді естің бізде қандай түрлері бар деген сұрақ туындайды. Есті психикалық белсенділігіне қарай, мақсатына қарай және материалды есте сақтау ұзақтығына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Психикалық белсенділігіне қарай мына жерде көріп тұрсыңыздар, төртке бөлінеді. Қозғалыс есі, бейнелік, сезімдік, сөздік, логикалық. Қозғалыс аты айтылып тұрған сияқты іс-әрекет барысында қандай да бір іс-әрекет есте сақтап, қажет жағдайда қайтадан еске түсіріп жаңғырту процесіне. Мысалы үшін коньки тебуді үйренеміз. Солай ма? Бірнеше уақыт өткеннен кейін конькиді тебу бізден естілмейді, ұмытылып қалады. Себебі күнделікті оны біз теуіп жүргендіктен. Ал оны кейін қайтадан коньки тебуге барған кезде баяғы жасаған іс-әрекетімізді біз не істейміз? Есімізге түсіреміз және соны қайта жаңғыртамыз. Сонда бізде қай ес жүзеге асырылып жатыр? Қозғалыс есі. Енді екінші сезімдік ес дейді, бұл адамның эмоциясына байланысты. Мысалы, сіздің басыңыздан қандай да бір жағдаяттар өткенін немесе айтқан кезінде сіз ұялып немесе қызаруыңыз, бұл сезімдік ес дейді. Жаңағы ұялып жатады, бұрынғы кезіңізді айтсақ, қойшы айта бермеші, ұяламын немесе күлкім келеді деп жатасыңыздар. Бұл не деген сөз? Сезімдік ес деп аталынады. Енді ары қарай бейнелік ес деп аталынады. Бұл бейнелік ес кімдерде, мына композиторлерде, ақын жазушыларда өте жақсы дамиды. Себебі олардың табиғаттың тамашалығын, тағы да басқа құбылыстарды не істейді? Суреттеп, қағаз бетіне бейнелеп шығарады. Соңғы сөздік логикалық дейді, бұл оқу процесінде өте маңызды естің түрі деп аталынады. Ол қандай?
қажет жағдайда мысалға ережелерді есіңізге түсіру, сақтау, сосын теоремаларды есіңізге түсіру, формулаларды есте сақтап, қажет жағдайда түсіріп жатасыңыздар. Бұл сөзді не деген логикалық ес деп аталады. Енді ары қарай мақсатына қарай ырықты ырықсыз. Ырықты дегеніміз не? Мақсат қою арқылы жүзеге асады. Мысалға мынаны жатта, оқы. Сіз соны жаттап оқу үшін біз не істейміз? Мақсат қоямыз. Ырықсыз ес дегеніміздің түрі ол сіз әдейілеп мақсат қоймайсыз. Мысалға сіздің өміріңізде өткен бір қандай да бір керемет сәт, кезең, немесе жақсы бір көріністер сізге біреу айтпай, есіңізде сақтаңыз, ертең мен сұраймын деп. Сіз өзіңіз автомат түрде естелінеді, бұл есіңізде сақталып қалады. Бұл қандай естің түрі деп аталынады? Ырықсыз ес. Енді материалды есте сақтау ұзақтығына қарай жаңа 3-ке бөлінеді дедік қой. Қысқа, аты айтылып тұрғандай көлемі, қамту көлемі, қысқа белгілі бір уақытқа негізделеді. Мысалға, тест тапсырмасының сұрақтарын жаттау. Белгілі бір уақытта ғана жаттаймыз, оны біз қайтадан жаңғыртып тұрмағандықтан автомат түрде естелінеді, ұмытылып қалып жатыр. Солай ма? Ал ұзақ мерзімді есте сақтаудың көлемі шексіз болады. Жаңағы сияқты бізде. Сіз әдейілік мақсат қоймай, қандай да бір жағдаяттар есіңізде ұзағырақ сақталу. Оперативті есте сақтау деп бөлінеді, ол керек кезінде еске түсіреміз, қажет емес кезде еске түсірмейміз. Яғни қысқа менен ұзақ мерзімді естің естенен ортасында жүретін ес процесс айтылады. Жаңа тақырыпты пысықтау мақсатында әр топқа жеке тапсырмалар беріледі. Бірінші топ сіздер таңдайсыңыздар. Тақтада көрсетілген қай конверттің түсін таңдайсыз. Көп болса, сізге ес туралы классиктердің сөзін жазу тапсырылды. Екінші топ сіздер ес ұғымына анықтама бересіз. Сізге жасыл түс қалды ма? Ес және ес процестері туралы мақал мәтелдер жазасыз. Түсінікті ғой, уақыт 3 минут. Уақыт болды ғой? Уақыт болды. Жақсы. Уақыт болды деп жатыр тайм кейіпкерлер. Олай болса, жасаған, құрған постеріңізді әр топтағы презентаторлар болды, жаңа. Сол презентаторлар тақтаға шығып ілеміз. Тездетеміз. Бірінші топ. Екінші топ, сізде презентатор кім еді? Тақтаға қараймыз. Бірінші топ жұмыс қорғаған кезде, екінші, үшінші топ сіздер бағалайсыңыздар. Түсінікті ғой, екінші топ сіз алдарыңыздағы смайликтер арқылы бағалайсыз, үшінші топ сіздер бағдаршам әдісі арқылы бағалайсыз. Түсінікті ғой, сондықтан да мұқият тыңдаймыз, өзара бір-бірімізді топты бағалаймыз. Бастаңыз. Ес туралы классиктердің сөзі. Платон ес туралы проблемаларды қарастырған. Алғашында үлкен университеттердің негізін қалаушы философы болған. Аристотель ес туралы түсініктерді қалыптастырған болатын. Кезінде біздің елімізде бұл қолданыс Vygotsky'дің және оның ең жақын шәкірттерінің психикалық тәжірибесінде болған. Аристотель психикалық қызметтің пайда болу мәдениетін қарастырған. Жақсы. Бұның бәрі ес туралы классиктердің сөзі. Жақсы. Екінші, үшінші топ бағалаймыз. Біреуін көтеріңіз. Ешін кері байлап жүріңіз. Жалпы ес туралы классикалық сөздерді түсіндіріп барлығын жазып кетті. Классиктердің сөздеріне тоқталып өтті, сондықтан да жоғары өте жақсы деген сізге баға береміз деді. Жақсы. Үшінші топ, сіздер қайсысын көтерді?
Кері байланыс беріп кетіңіз, Ақтоты. Не үшін жасылды көтердіңіз? Себебі мына жерде тілектес өте қажетті мәліметтерді айтты. Жақсы. Рахмет, отырыңыз. Мына жерде ес туралы мақалдарымыз ашыққан естен қалмас. Есті кісі елінен кетпес. Есті егінші жерінен кетпес. Естіге ел тоқтайды, әсерге жын тоқтайды. Есерге жын тоқтайды. Бұрынғыны айтпай, соңғы еске түспейді. Есің барда еліңді тап. Өте жақсы. Бірінші топ. Көтереміз. Алдыңыздағы. Өте жақсы кері байланыс. Үшінші топ жақсы мақал мәтелдер жинақтаған өзінің мағынасы бар жақсы мақал мәтелдер жинақтаған. Өте жақсы. Отырыңыз. Жақсы. Олай болса, келесі тақтаға қараймыз. Әр топқа лабиринт жаттығуы арқылы ес туралы тапсырма берілді. Яғни мына бірінші топ сіздер өзіңіздегі мына көрсетілген орны ауыстырылған сөздердің ішінен 3 сөз шығу керек. Түсінікті ғой, иә? Лабиринт деп аталуының себебі де сондықтан әріптер орындарын ауыстырылған. Бірінші топ осы көрсетілген әріптерді, сөздерді байланыстыра отырып 3 сөз шығаруыңыз қажет. 3 сөз. Түсінікті ғой. Әр топта да дәл солай. Кім дайын? Қай топ? Үшінші топ сіздер көтеріп оны. Жақсы. Сіздер бұл лабиринттің ішінен темперамент және мақалау деген екі сөз бар. Тағы бір сөз бар еді, Альцгеймер деген. Жақсы, сіздің топқа 2 балл. Топ бойынша. Енді қайсысы? Бізде амнезия мен Амнезия дегеніміз не демек жаңа? Еске түсіре алмау, иә? Есті жоғалту деген мағынаны амнезия деп атаймыз. Жақсы. Үшінші топ? біз баяндау, эксперимент қабылдау деген сөз. Өте жақсы, дұрыс. Қарғай жалғастырайық. Шашаған болармыз, иә? Орындарымыздан барлығымыз тұрамыз. Сергіту сәтін орындаймыз. Жайғасып орнымыздан тұрса, өздеріңізді орманда, джунглиде келе жатырмын деп елестетіңіздер. Ауа райы өте керемет. Күн ыстық. Бір уақытта самал жел соқты. Алдыңыздағы тұрған адамның арқасын жай сипалаңыздар. Жел соғуы күшейді, қаттырақ сипалаймыз. Қатты дауыл соқты. Күшті шеңберлі қозғалыстар жасаймыз. Орнымызда тұрып тербелеміз. Өте жақсы. Кейін ұсақ жауын жауды. Алдыңыздағы тұрған адамның арқасын жай саусағыңыздың ұшымен тигізіңіздер. Енді нөсер жауын жауды. Қаттырақ, жоғарыдан төменге қарай алақандарыңызбен сипаңыздар. Қайтадан нөсер жауын жауды. Жаңбыр себелеп тұр. Қатты дауыл соқты. Жай жел соқты. Бір кездері табиғатта бәрі тынышталды. Сергіп қалса, орныңызға отырып жайғасаңыз. Естің адам өмірінде атқаратын рөлінің ерекше екендігін білеміз, Енді естің жаңа түсіндіріп кеттік, бірнеше түрінің бар екендігі. Енді осыған орай бейнелі, образдық есті анықтау үшін тақтаға қараймыз. Стоп кадр әдісі арқылы кино тамашалаймыз. Осы жерде тоқтатып қоямын, белгілі бір сәтіне келгенде есіңізге түсіріп
қандай фильм екендігі және сол фильмнің ішіндегі кейіпкердің не айтқысы келгендігін анықтаймыз. Түсінікті ғой, иә? Олай болса, тақтаға қараймыз. Осы жерде қожа айнаға қарап тұрып не айтты? Өз-өзін мақтап, өз-өзіне деген махаббат ашылып тұр. Өзіне тамсанып тұр. Жақсы, сіздің нұсқаңыз қабылдаймыз. Сіздерден қалай ойлайсыз? Кімнің есінде бұл фильмді білеміз ғой, иә? Иә, айтыңыз. Қожа тентек бала өзінің тентектігі мұғалімдердің айтылған сөздерін айнаға қарап өз-өзіне айтып тұрды. Өз-өзіне айтып тұрды. Өзінің жасаған қылықтарын айнаға қарап есеп беріп тұр дейсіз. Жақсы, сіздің нұсқаңызды да қабылдаймыз. Сіздерден бар ма? Үшінші топ. Айта беріңіз ойларыңызды. Не дегісі келді қожа? Иә, кто-то? Өз-өзіне мотивация берді. Иә, мотивациялық сөздер айтты. Өте жақсы, айтамыз ба? Иә. Менің ойымша, бұл жерде қожа өз-өзін мақтап, өз-өзіне тамсанып, мен неткен сондай әдемі бала едім деп, өз-өзіне тамсанып қарап тұр. Өте жақсы. Болды ма? Барлықтарымыз. Енді нақты қожа бұл жерде не айтқысы келді? Экранға назар аударамыз. Қаншалықты жаңағы сіздің берген нұсқаңыздың дұрыс екендігін анықтаймыз. Қыздар айнаға қарап сұланған сайын өздері сұлу көрініп мәз болады. Ал мен ше? Түрім болса мынау. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Менің атым қожа. Ал кімнің нұсқасы? Ешқайсымыздікі дұрыс емес. Яғни бұл жерде не істеді? Өзіне көңілі болмай жауап берді. Бейнелі есте сақтау. Есіміз нашар дамыту керекпіз. Дұрыс айтасыз, иә? Ал енді міне тыңдаңыздар. Есте сақтау үшін ақпараттарды, оны біз алдын ала өзінің несі бар, бірнеше жаттығулар бар, иә? Және де білесіздер ме сіздер, мына адамның есте сақтау қабілеті жақсы болу үшін пайдалы тағамдардың да өзінің ықпалы бар екен. Иә, олай болса, экранға назар аударамыз. Мына жерден пайдалы, пайдасыз тағамдарды табамыз. Тақтаға мен шығамын дейтіндер бар ма? Айтып кетіңіздер, қайсысы пайдалы болса, пайдалы корзинасына түседі, пайдасыз болса, тақтада көрсетілген суретіне қарай тағамдар пайдасызға түседі. Түсінікті ғой, иә? Қайсысы пайдалы деп ойлайсыз? Қаранан пайдалы, пайдасыз? Пайдалы. Ой, кешіріңіз. Пайдалы ма? Дұрыс па екен? Дұрыс. Бургер бұл пайдасыз. Жақсы. Мына жерде сыр. Пайдалы, пайдасыз? Пайдалы. Және көкөністер. Пайдалы ма? Пайдалы. Өте жақсы. Тағы біреуін айтып жіберсеңіз? Қан пайдасыз. Ол адам өміріне. Дұрыс айтасыз. Отырыңыз. Тағы бар ма? Оңай ғой. Қайсысы пайдалы деп ойлайсыз? Көрініп тұр ғой, иә? Сүт, иә. Дұрыс айтасыз. Пайдалы, иә? Шай емес, бұл оливковый, иә? Май. Деп жатады ғой. Пайдалы ма? Жоқ. Пайдасыз екен. Күнделікті қолданып жүрген біз пайдалы дейтін оливковый майы, иә? Пайдасыз. Оның орнына біз мына жерде ляной деп, масло деп тұр, иә? Міне осы пайдалы майға жатқызылады екен. Ары қарай? Кетчуп дейді. Пайдасыз. Мынау кефир ғой. Пайдалы. Дұрыс айтасыз. Мынау ет не қылған ғой? Фарш пайдалы. Пайдалы ма? Консервант қой, қызарып тұрады, ішіне пайдасыз ғой. Иә? Чудо. Пайдасыз. Жоқ. Пайдасыз. Мына форель дейді. Бал. Пайдалы. Дұрыс айтасыз. Себебі ода не бар? Сырты әдемі болып тұру үшін түрлі қоспаларды қосасыз, иә? Түрлі жаңағы
дұрыс болмайды. Мына жерде дашырақ дейді. пайдасыз. Мынау кетіп жүр, пайдалы деді. Мынау тауықтың еті. Қош, пайдалы ғой. Жақсы. Олай болатын болса, жаңағы енді біз білдік. Мына тақтаға қараймыз. Грек жаңғағы, миндаль, кешью дегенді жеп жүрміз, күнделікті өмірде. Бұлар есте сақтауға өте пайдалы тағамдарға жатқызылады екен. Келесі, балықтардың ішінде де біздегі қызыл балық, теңіз балығы және біздегі шұбар қызыл балығы да пайдалы. Себебі балықта не бар, бізде қандай элемент бар? Темір элементі бар. Аптасына бір күн осы балық өнімін істеу керек, пайдалануымыз қажет. Ары қарай, соның ішіндегі мына қара құмық, сұлы, тары дегенде күнделікті жеп жүрсек, бұл да есте сақтау процесіне өзінің ықпалын тигізеді екен. Ары қарай, шоколадтардың ішінде де осының ішінде ащы шоколад, және какао дейді ғой. Ол да мына есте сақтауға өзінің пайдасын тигізеді екен. Кез келген шоколад пайдалы емес. Осында естеріңізде сақтаңыздар. Соның ішінде тағы ес процесіне көк шайдың да ықпалы. Бұл бір жағынан қан қысымының төмендеуіне ықпал етсе, екінші жағынан қыздарға көбірек пайдалы болуы мүмкін. Артық салмақтан арылу үшін де көк шайдың да өзінің пайдасы бар екен, және ес процесінің де жақсартуына өзінің ықпалын тигізеді екен. Ары қарай, брокколи, қызыл, ақбас, түсті орам жапырақтардың да адамның есте сақтау қабілетіне де өзінің несі бар екен, ықпалы бар екен. Авокадо, бұны біз көріп жүрміз, бұл да өзіндік ықпал тигізеді. Тауық етінің ішінде де тауық және құстың жұмыртқасы да өзіндік нестерінен пайдасын тигізіп жатады екен. Қой бүлдірген, қарақат, ит бүлдірген көп жидектерді жиі пайдаланып жүріп. Бұл да естің жақсаруына өзіндік ықпалын тигізеді. Сарымсақ, қызанақ, алма күнделікті өмірде бір күнде бір алманы жеп тұру маңызды. Яғни бұл бір жағынан ол сізге дәрумен болса, екінші жағынан ес процесінде өзінің ықпалын тигізеді екен. Түсіндік қой, Тақтаға қараймыз. Сандарды есте сақтау ассоциация әдісі бұл сандарды жүйелендіріп белгілі бір даталар шығады. Және бұл даталарда кімдерге тиесілі? Анықтаймыз. Түсінікті ғой. Орындаймыз. 1802-1847 220 бір күн айтып кетейін. Бұл жерде естерін Кенесары Қасымұлының көтеріліс шыққандығы, қазақтың соңғы ханы. Осы жыл Кенесары Қасымұлынан неше жыл? 220 жыл толды. Осы сияқты қылып ары қарай жалғастырады. Ассоциация дегенде сіздер не істейміз? Жіктеп біріктіресіңіздер. Екінші датадан бастайсыз. Ауызша айтсақ та болады, жазбайды. Екінші сөзді кім айтады? Мұхтар Әуезовке биыл 220 жыл толды. Өте жақсы. Үшінші. Дінмұхамед Ахметұлына 100 жыл толды. 100 жыл биыл, өте жақсы. Келесі сөзді, Мәншік Мәметова осы 2022 жылы туылғаны 100 жыл болды. Дұрыс айтасыз. Отырыңыз. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында алдарыңызға қазір кері байланысты беремін. Бұл кері байланыс бұның таксономиясы негізінде жасақталынған. Кестеде берген сұрақтарға оқи отырып, нақты жауап беріп, маған тапсырасыз. Түсінікті ғой. Жазған кері байланысыңызды, ауызша ретінде жауап берем дейтіндер бар ма арамызда? Жақсы, Қалмұрат. Жаңадан қандай білім алдым деген сұраққа ес туралы толық түсініп білдім, алдым. Естің қандай қызмет атқаратынын білдім толық. Және де есте сақтау қабілетімді алдағы уақыттарда толық жетілдіру керек екен. Жақсы. Тағы?
Неге қолданар едіңіз болашақта бұл осы тақырыпқа байланысты? Неге қолданар едіңіз? Жаңағы көрсетілген ойындар, жаттығуларды сабақ процесінде ертең мектепке барғанда қолдануға болады ма? Иә, өзіңіз балалардың процестеріне жаңғыртып дамыту үшін жаңағы ойналған өзіміз жаттығуларды орындатып дамытуға болады. Жақсы, соңында нені қаламадыңыз, нені түсінбедіңіз? Ондай сұрағыңыз жоқ па? Жоқ, барлығы түсінді. Жақсы, рахмет. Жарайды, қолдарыңыздағы қағаздарыңызды маған жинап бере қойыңыздар. Олай болса, үй жұмысын аламыз, жазып аламыз. Тақтаға қараймыз. Бүгінгі тақырып бойынша үйге тапсырма. Тақырып бойынша әр білімгер, яғни әр қайсымыз 10 тест сұрақтан құрастырып келеміз. Түсінікті ғой, иә? Бұл бірінші тапсырма сіздерге. Енді әр топ бойынша жеке тапсырма беремін. Бірінші топ сіздер жаттап алу арқылы есте сақтау және мағынаны есте сақтаудың маңызы менен мәні тақырыбында презентация жасақтап келесіз. Түсінікті ғой, иә? Екінші топ бастауыш сынып оқушыларының ес процестерін дамытуға арналған тапсырма жасақтайды. Түсінікті ғой? Яғни бастауыш сынып оқушыларының есін қалай дамытамыз? Тренингтер, жаттығулар бар ғой, әдістеме әзірлейсіздер. Үшінші топ сізде ұмытшақтық және оны болдырмау жолдары туралы бейне материалдар әзірлейміз. Яғни видео ролик дайындаймыз. Түсінікті ғой, иә? Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет.